Не болды сонша түнеріп? Ауылға бір жолата көшіп кетеміз десем, не болар едіңдер? Не? Жоқ, жай жаныма мысал. Арман, мысал ретінде де айтудың қажеті жоқ. Онсыз да осы сапар барлық жоспарымның бітін шығарды. Daisy says the same thing. Балам, үйде қазақша сөйлейміз деп келістік қой. Әке енді ауылға барғанша ағылшынша сөйлеп қалайық та. Әйтпесе ауылға барғанда түсінбе де қазақша көретін болам. Daisy, please be quiet. Daisy. This year we plan to go to the scout camp. But that didn't happen. That's drug. Not just my mom's plans didn't work out as well. Jess, I have an idea. Can you see that brighter star? Yes, I see. If I'm in Kazakhstan and you're here, let's look at the star every evening at the same time. Then there will be cosmic connection between us. A brilliant idea, isn't it? Great idea. How romantic. Yes, that's right. But if it's nighttime there and he's a daytime, how can I see the star? What shall we do? Don't worry, Alan. We have internet, Skype. We can chat anytime. You're so clever, Jess. But to communicate through a star was a good idea. Yes. Сендерге де ашылып ештеңе айтпады ма сонда? Жоқ, ештеңе айтқан жоқ. Кел деді, болды. Мені де адамдар тастадың да бірден қайттың. Жаңбыр жауайын тұр ма? Білмеймін. Жоқ. О, апам келіп жатыр. Мына әкімнің қабылдауына келгелей қаздай тізіліп отырмыз. Иә. Өтіміз енді. Амансыздар. Жақсы, өзіңіз қалайсыз, апа? Шүкір. Келіңіз, апа. Апа, мына төрт көзімізді түгел жинағаныңызға қарағанда кешегі ұсынысымызды қабыл алғансыз-ау сірә? Дұрыс апа, дұрыс. Ештен кеш жақсы демекші, жақсы болған екен апа. Айттым ғой апам осы жолы келіседі деп. Қызықтың бәрін қыздан көресің демекші. Сонымен қайсымызға тоқталдыңыз? Бәрін көріп келге ұқсап, бал ашып отырсыңдар, е? Ой, білгіштерім, данышпандарым. Ұлым келе жатыр. Қай ұлыңыз? Неше ұлы бар еді, Арманды айтады. Әңгіменің соңына дейін тыңдайықшы, шуламаңдаршы. Не бұл? Арман жаным, бір ауыз сөзімді жерге тастамады. Келін, немерем, ертең ұшақпен келеді. Жақсы болсын. Мұнау керемет жаңалық қой апа. Жақсы болды. Бәсе, кеше шайымның бетінде шәмбе жүргенде, әй саған айттым емес пе осы? Қонақ келеді деп. Қашан? Кешеді? Апа, ұлыңыз жай қыдырып келе ме, жоқ әлде бір жолы көшіп келе жатыр ма?
жай қонаққа келе жатыр. Енді сол Арманжанды шетелге жібермей, осында алып қалудың айла тәсілін ойлау керек. Сол үшін барлықтарыңды ақылдасуға жинап отыр. Мәселе қайда деңіз? Солай деңіз. Түсінікті болды. Ұлыңыз елге оралғысы келсе, баяғыда көшіп келетін еді ғой. Қызықсыз апа, қайдағын айтасыз? Арман көнгенмен келін көне қоймайды ау. Жұмыс сол жаққа қарап тұр ғой. Жаман неме. Ана немереңізді айтам. Мұрнын шүйіріп, мұнда тұрғысы келмейтіні анық. Көнбесе көндіру керек. Бұнда да тіршілік жасауға болатын, өмір сүруге болатын айту керек. Ауылдың жаманын жасырып, жақсысын асыру керек. Ол жамандығын жасырсаңыз, онда сайлау сен олардың көзіне түспеу керек шығарсың. Тауып айттың. Одан да сенің ана жаман көліңді жасырып ұстау керек. Олар оны көрсе бірден ауылдан тайып тұрады. Болды, қойыңдаршы. Не болды? Апа, сонымен не істеуіміз керек? Не істеу керек екенін өзім де білмей отырмын. Менің тек білерім, анау шетелден келе жатқан қонақтарды өз еріктерімен қалдыру керек. Мүмкін келінің атынан несие алып берерміз өкіртіп. Қарызға белшесінен батырып. Қарыз барларды шетелге жібермейік. Жақсы ой. Одан да былай істейік. Балаңыздың үстінен қылмыстық іс қозғайық, күдікті ретінде. Иә? Істі болып жүрген адамды шетел тұрмақ, ауылдан да аяғын аттап бастырмайды. Сен дағы қайдағын айтады екенсің. Жақсы сөз шықпайды екен, аузыңнан. Қылмыстық іс деген несі? Ол енді қасқыр деген көрдіңіз бе, қасқырлығын жасайды апа. Әнеки, өзі жабамай жүрген істердің бәрін солай ойластырып отыр. Ай, жеңеше. Апа, шынын айтайын. Мынауыңыз құдалық күткеннен де қиын шаруа екен. Енді бір ой бар. Тұратын жерлерін, бөлмелерін өздеріне ұнайтындай қылып әрлеу керек. Әрлеген несі? Күткенде уақыт өтпейді. Дейзи деген кім болды екен, Американың бір қара торы сұлуы шығар. Келін дизайнер ғой. Соның құрбысы болу керек. Құрбысы ма? Мен оттығымды тастап кеттім бе? Не болды? Қара торылар бұлай ет жеңдігіледі, бажа. Ой, олардың жаратылысы бөлек қой. Ет жеңділер өзімізде де бар ғой. Бірақ аналардікі бөлектеу келеді да. Әне келе жатыр. Ей, Арманжан, қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Жақсы. Қалайсыз жеке? Сәлеметсіздер ма? Сәлемәсің ме айналайын? Қош келдіңіздер. Ей, мынау деген, алаң деген үлкен жігіт болып кетті ғой. Сәлем! Дұрыстап амандасыңшы, балам. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалай жеттіңдер? Жақсы. Төртіншісі қайда? Кім төртінші? Дейзиді айтам. Иә. Дейзи ма? Мына ғой? Міне? Дейзи. Дейзи. Мажеке,
Құдашаны қолтыққа алыңыз, жылжайық. Онда жүрейік. Әңгіме жол-жөнекей айтамыз. Сендерді анда асыға күтіп отырса база. Әкел аға. Жоқ, әуре болмаңыз. Жоқ, сендер қонақсыңдар. Ай, Құдаша. О, бар екен бұнда. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мына оттығыңызды алайын. Қанша еді? 350 теңге. 350? Иә. Иә. Майда бар қазір. Сау болыңыз, келіп тұрмыз. Сау болыңыз. Жүр кел. Қалайсыз апа? Болды апа. Қалайсыз әпке? Қалайсыз әпке? Ой, енді апа. Ой, алан. Қуаныштың жасы ғой. Тура бір сотталған ақтап шыққандай қуаныш қой, ә? Ұлтым, Болды. бағана жеміс-жидектер қымбаттап кетті ғой бұл. Қой, шулап қонақтардың миын әбден қатырған шығармыз, а? Ішке кірсін, демалсын. Ау, ми ашитындай не болды соншама? Ас үстіне түсіп күтіп атқан жоқпыз ба? Ұлтудың қалжыңдап жатқаны ғой, иә. Сағыныштарын басып деп, иә. Заттарды түсірсейші балалардың. Сендер не қып тұрсыңдар, еттеріңді саңдар дайындаңдар. Жаным, кішкентай. Жүре ғой. Қолын шағын. Иә. Балам, сосын есіктерін жабасын, ұқтың ба? Еттің қамырын салсаңдаршы, тек осы біздің үйде ғана қайнап келер келіне қызмет жасайтын. Енді бүгін қонақ қой. Күтейік. Ауылда қалатын болса бар жұмысты мойнына іліп қоямыз. Сосын қайда барады дейсің? Ертеңнен бастап қолымыз жылысуға малынады дейсің ғой, ә? Ай, қайдам. Бұл жолы келін қонақ қой. Оған сөйлемеңдер, үндемеңдер, тиіспеңдер. Сонда ол келін қай кезде қызмет жасайды? Апам да қызық, жаңа келін қарық қылып та сәлем салған жоқ. Оны көрмей тұрған жоқ. Неменеге оның алдында елпілдеп жүрген? Қойшы, сәлем салмады ма? Сәлем салмақ түгіл нышанында байқалған жоқ. Өзіміз енемізді көрген кезде мұрнымызбен жер сызардай еңкейіп сәлем береміз осы. Иә, бірақ Енді ол келінді түсінуге болады. Шетелден қазір ғана келіп отыр ғой. Сәлем салуды ұмытып қалған шығар. Жағадан алмайық, ұят болар. Мен бағана мында жамбас салған сияқты едім. Көрінбейді ғой. дұрыстап ана жерін қараса. Міне, мынау сенің бөлмең, құлыным. Вау! Әже, мынаны мен үшін жапсырдыңыздар ма? Иә, сен үшін жапсырдық. Әрине сен үшін. Алан, егер осы ауылда қалатын болсаңдар бар ғой, 4 қабырғаға
дәл осындай сурет жабыстырып береміз. Иә. Өзіңді үйдегідей көңіліңді Америкадағыдай сезіне ғой, е? Жарайды, құлым. Жақсы. Жаным сол. Иә. Қазір келеміз біз. Жүр. Кеттік. Алтыным. Әкем ғой. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10. Шыда, Аида. 10 күн шыда. Биыл енді ерекше ыстық. Кішкене жеңіл киініп жүрсеңдер де болады. Иә. Жезде, ана екі сурет не үшін ілініп тұр? Ой. Сайынау Жезден ғой. Кеше анау Американың нақышына келтіріп бірдеме қып жүреді. Қазір ол жақта бұл кісі президент емес қой? Иә. Бәсе. Не болды? Кімге ұқсайды деймін? Кімге ұқсайды? Айны маған Әбдіғаппар ғой. Әбдіғаппар? Ой, жолда келе жатқанда бір адам отырып түсті ғой. Қара сен тұрын. Аумайды. Келеді екен, е. Құдайдың құдіреті деймін. Қалай енді шеберлігі бір-біріне ұқсатып қояды, Иә. Дейзи! Астапыралла! Ойбай, не болды екен, а? Мана темір тордан қалай шығып кетіп жүр екен, я? Көліктің ішінде де жоқ. Сонда қайда болды екен, а? Онда бұлай жасайық. Оқиғаны қалпына келтірейік. Қылмыс болған кезде біз солай жасаймыз. Дұрыс. Полицияны тыңдайық. Америкадан шыққан кезде мына қорапта ит болды ғой, я? Не? Ой, полиция дегенге сен Америкадан іздеп жүрген не? Американың не қатысы бар бұл жерде? Ұшақтан түскен кезде қораптың үстінде ит те болды. Өздеріңіз де көрдіңіздер. Сонда қайда жоғалуы мүмкін? Ой, жолда ана кім Әбдіғаппар шықты да соған ғана тоқтадым, басқа жерге тоқтамадым ғой. Жоқ, Әбдіғаппардың ешқандай кінәсі жоқ, ол машинаға тез отырды да біз тез жүріп кеттік. Иә, ол тез қалды. Ана бәлесінде қолымда жүрді менің үнемі. О, бар екен бұнда. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба?
тоқта. Оттық. Сайлап жүр тез кеттік. Ой, қайда? Жолда айтам деймін, шығып кетуі мүмкін қазір. Бол тез. Ай, тоқта! Сабыр табылып қалар енді. Жоғалған жылқы да табылып жүр. Оның қасында құрттай ит қой енді. Табылмаған күннің өзінде қайғыратын несі бар? Ауылда не көп ит көп? Заты ит қой заты. Ол сізге жай ит емес. Аида, жаным, жыламашы. Қонаққа жайылған дастархан да, асылған ет те бәрі жайына қалды. Жүрейік енді бәріміз ит іздеп, көше жағалап. Бөтен ит көрдіңдер ма? Бөтен ит көрдіңдер ма? А? Деп. Отырш. Отқа май құймай. Кешіріңіз. Дейзи. Кішкентай ит көрмедіңіз бе? Көрмедім. Енесі екен, я? Ай, бажеке, сол ит табылмайды ау. Без-безде пропалға жатқызамыз ау деймін. Ой, саған ойын керек қойшы. Полициядан неміне бұғынып жүрсің? Қалаң полицияларын көрсем, қорқып тұрам бір түрлі. Нең бар еді қорабына жармасып? Бірдеңеге ұрынасың да жүресің. Анау, бажаларын құсап жүрмейсің ба? Сен темесең, мен теме деп. Мынау келді жарғанат құсап. Көз байланғанша ойнайтын не ойын ол? Жақында бер қарай. Жақында дейін. Жаңа шақырғанда не келмедің? Жақында бол. Не келмедің? Долымды күттім, балалар ойнап болсыншы деп. Жүріңдер әкең екеуің елге жақсылық жасап. Шай ішесің бе? Барда аяғыңды жуда жат, түсіндің бе? Бар жұмысыңды жиып қойып, көлігімен барғаның далаға кетті. Айттым, жанармайға ақша қоссын деп. Өзің бажалардан ұят болады деп. Енді шығынды алған да өзің, жаманатқа қалған да өзің. Жүр енді. Қайдағы жоқ ит үшін сөз естіп әркімнен. Дейзи дей ме? Осыны туған күніне арнайы алып беріп едім. Жаным, бұның бәріне мен кінәлімін. Жаным, 10 күннен кейін қайтамыз ғой, Иә. Well, Jess, as you can see, our first day in the village has started with an unexpected story. Yes, it's so sad. Let's hope Daisy will be found pretty soon.
I hope so too. If not, my mom would be worried sick. Okay. Tell me about what happened later. Nothing exciting is going on here. Jess, I decided to write in my diary about my days spent in the village. I'll show it to you every day. Oh, super! Great idea! I'm sure it will be interesting. I hope so. Jess, bye-bye. Good night. Good morning, Alan. Bye-bye.